өткен тағы да көптеген тұлғалар қазіргі күнде көпшіліктің назарынан тыс қалып бара жатыр. Әсіресе мынау Азынабай дейді. Қазақта сөз бар, бай болсаң бапақтай бол, Азынабай сапақтай бол деген сөз бар. Бұл кісілер өз тарихта болған кісілер. Азынабай Баянауыл өңіріндегі Қаржас, бапақта Қаржас, сапақ Қуандық елінен бұл үлкен жылқылы байлар болған кісілер. 18-17 мың жылқы біткен, 12 мың жылқы біткен атақты байлар. Міне сол Азынабай да, сапақ та өздерінің барлық жылқыларын сол кездегі мына Кенесарының әскерлеріне берген. Бүкіл жылқыларымен, мал мүлкімен, өздерінің отбасыларымен, бәрімен сол көтеріліске қатысып, көтеріліске берген. Соның үшін мына Азынабайдың балалары Сейтен мен Тайжанның тағдырлары өте аянышты. Негіз Азынабайдың өзіне бір басына 25 мың жылқы біткен дейді. Сол бүкіл малын және ұлдары да сол Азынабайдың Кенесары көтерілісіне қатысып, Сейтен, Тайжандар, кейін солар сол құрбан болып кетеді осы азаттық жолындағы күресте. Өкініштен сол кісілердің аттары көп айтыла бермейді. Сапақбайда 17 мың жылқысымен қосылған дейді Кенесарының көтерілісіне. Кейін Кенесары, әкесі Қасым Сұлтан бәрі оңтүстікке Қаратау жаққа кеткен кезде сол жақта жұт болып, оба болып, адам қырылып, мал қырылып, кейін қайтадан арқаға қонысып жылмен қайтып кетті. 17 мың жылқыдан қалғаны. Сондай жанкештілікпен өз жерін, өз тәуелсіздігін қорғаған батыр аталарымыздың тарихын біліп жүргеніміз дұрыс әрине.